қанышымда. Бұл күнде сахнаның сәні кетті, тіл мен дін ұмыт болып бәрі кетті. Өзіңсің ақиқатты ашып берген, дәріптеп өзбек әлі Жәнібекті. Жерімдің қуыс кеуде адамдардан, дін мен ділді тіріттің қанат қалған. Өзіңдей азаматтар көп болса кен, елінің ертеңіне алаң болған. Ағасы сахнаға сән бергейсің, халқыңа жыр мен дастан ән бергейсің. Қазақ үшін қадірлі алтын басы, қаныш мәңгі өлмес, сен де өлмейсің. Ұлағатты ұстаздар, білім шыңына талпынған сүйікті оқушылар, бүгін біздің мектебімізде тарихи сәт. Арамызда баспагер, шығыстанушы, жазушы Санжар Керімбай ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Сізді құрмет қошеметпен киелі сахнамызға, төрімізге шақырамыз. Ортамызға шықсаңыздар. Ағада қош келдіңіз. Біз сізді көп күттік. Біз үшін тарихи сәт. Сіз бізге рухани тұрғыдан өте біз жақынбыз. Өйткені сіз өзіңіз ұлыларды дәріптеп, тұлғаларды дамытып, Қаныш Сәтбаевты қайтадан тірілтіп, жаңғыртып, сол жолда еңбек етіп жүрсіз. Ал біздің мектебімізде осы академик Қаныш Сәтбаевтың атында. Сол үшін сізді көргенімізге қатты қуаныштымыз. Тағы да қош келдіңіз, аға. Енді Қаныш Сәтбаев сияқты бір ғасырда бір-ақ рет туатын ұлы тұлғаны танып білу, оны оқу әрбір қазақтың міндеті деп білеміз. Жаңағы өзіңізге арналған жыр жолдарда, өзіңізге Адаладағы жаңағы біздің оқушыларымыздың орындаған гимніде осы былтырғы Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жылдығының құрметіне тұсауы кесіліп, әр дүйсенбі күні тәрбие сағаттарында айтылып орындалып келе жатыр. Сізді көргенімізге тағы да қуаныштымыз. Солай болса, көп созбай алғашқы сұрағымды қояйын сізге. Мынау қазіргі жаһандану заманында білесіз, қазір оқушылардың, балалардың барлығы бір телефонға шырмалған сондай бір заман болды. Сондай уақытта балаларды кітап оқуға қалай ынталандыруға болады? Оның үстіне сіз өзіңіз айтып дәріптеп жүрген Имантай ақсақалдың 7 қағидасының ішіндегі 4-ші қағида ол балаға қисса, жыр, дастандар оқыту, жаттату екен. Қазіргі мына телефонмен шырмалып тұрған заманда оқушыларға қалай соны насихаттауымызға болады? Қалай соны дәріптеуімізге болады? Алғашқы сұрағымыз сізге. Осы дейді ма? Естіледі ма сіздерге? Онда бірінші сұрақ не ойда? Жаһандану ма? Жақсы. Бірінші сіздерге бір қызық болсын, мен бір басқа бір оқиғадан бастайын, бірден түсіп кетпейін. Жаһандану болып жатыр, біз бір қиын жағдайда тұрмыз, бізден басқаның оңай жағдайда тұр деп ойлап қалмаңыздар. Жалпы бүкіл әлем осыған бас қатып, не істерін білмей тыпырлап жатыр да. Белгілі бір дәрежеде есептеген кезде сіздердің бұл тығырықтан шығып кетіп, және сіздер қайтадан Қаныш сияқты феномен туғызып, бүкіл әлемді ауыздарыңызға қарататын шанс бар. Бірақ оны қазір сіздер сенбейсіздер, қазір мен сәл айтсам, фактілер келтіргеннен кейін сене бастайсыздар. Мысалға, мен 7 март күні бері қарап шуым керек, Түркияда біз келесі кітапты жазып жатырмыз, материалдар жинадық. Шуға бір күн қалған кезде біреу менің жекеме инстаграмыма хат жазады. Хаты қате қазақша келген. Сосын төбесіне Валентина деп жазып қойыпты. Сосын бұл қазақша қате жазып отыр десем, сөйтсем ол чат GPT-ге ма, Google Translator-ге ма, итальянша ма жазады екен да, сосын ол қазақшаға аударады екен, маған жібереді екен. Сосын қарасам, осындай сізді жолға іштеп едім, мені қызықтырып отырған, менің айналысатын шағым психотерапевт едім, Алматыға келіп едім, осындай
студенттердің алмасатын несімен программасымен келдім дағыны баяғы көшпенділердің атам заманнан бері қолданып кеткен құндылықтары қазіргі айналымда бар ма жоқ па соны зерттеп келіп едім, маған сол өте қажет еді. Алматыға келіп мамандардан сұрап едім, бәрі айтты, ана Санжар Керімбай деген біреу болса, біз айтты, менің ашып жүр. Ал Алматыда мен беделім жоқ. Себебі олардың бәрі жаңағыдай ағылшын тілдегі культқа табынып жатыр қазір. Ағылшын тілін білсек, біз жаңағыдай ұшпаққа шығамыз деп ойлайды, бірақ тупиковыйдан бар еді. Бірақ ана Италиядан келген 40 жасар ғалым, ол керісінше ол жақта. Сөйтті, осыған тауып беріңдер маған дейді. Отырады да, ол қазір Түркияда жақта жүр, маған несіне жекесіне жазып, маған жібереді. Сосын айтым, мен онда дедім, тоқтай тұр дедім, бот па, жоқ біреумен ақымақ отырман тексерейші дедім, алдында видеозвонок жасап жібердім ана тұрған жерімде. Сөйтіп ар жақта шынымен қалып бір әйел алдындағы. Мен саламатсыз, қазақша білмеймін, you speak English деп анау ойбайлап жатыр екен. Сосын yes, I do дедім. Қуанып кетті, о жақсы болды, онда ағылшынша сөйлесем дейікші деп болды. Сосын жаныңа не керек дедім ғой. Солай да солай, мен осындай зерттеу жұмысымен келдім. Мен осы көшпенділердің, қазақтардың бұрынғы тұрмыс тіршілігінде қолданған рухани құндылықтары қазір қолданыста бар ма айналымда? Соны сөйтіп бәрі сені көрсетті дедім. Онда дедім, тоқтай тұр дедім, мен бүгін ұшам дедім, ертең азғана жетіде қонам дедім Алматыға. Сен 9:30 офиске кел, сөз жолығамыз дейтін де балалықтан аналыққа деген кітаптың авторын шақырып алып бергел деді. Біреу келе жатқан дедім. Ол келді менің адамым, анаудай 7:09-15-те. Сосын кірдік офиске. Ал не енді айт шаруаңды. Әңгіме қысқасы былай ұзақ 3,5 сағат, 4 сағатқа созылған әңгіме. Ол басында бір ары кетсе бұлардың уақытын алмаймын, бір 40-45 минутта интервьюді алып кете қоямын деген, ол біздің әңгімеге шырматылып, сіз ағылшынша сөйлей беріп, тіліміз бейімдет, ол 3-4 сағаттан кейін барып ағылшынша емін-еркін сөйлей алатын жағдайға қайтып кеттік. Біз Түркияда 2 ай болғаннан кейін тіліміз түркшеге бейімделіп қалғаннан кейін. Содан тұрғындағына әңгіменің қысқасы, в общем, біз Италияда біздің психотерапевттер тура осы проблеманы. Балалар телефон, ештеңеге қызықпай, уыс кеуде, өзінің оты сөніп жатыр, бүкіл жағдай жасап қойған, университеттердің бәрі жарқырап тұр, алтынмен аптап, күміспен қаптап қойған, грант береді саған. Бірақ ол жерден салынып оқитын адам болған. Ана адам не істесе тіріледі, олар соған басқа отыр. Соған айтып жатыр, біз Италияда дейді, уже қолданбаған дінде жоқ, басқа да бәрі методтар бәрін қолданыстаған. Соны енді мен жаққа келдім, бәрі сені көрсетті, осы бірдеңені жүрді. Мен қасыма ана Сейбек Мырзабай деген балалыққа, даналыққа деген кітаптың авторын отырғызып қойдым, оның лагері бар. Ол тікелей балаларды оқытумен айналысады. Мен бұрын айналысқанмын, қазір айналыспай уақытым жетпейді. Соған беріп қоямын. Содан тұрдық дағына келімді мен саған айтайын дедім дағыны, бұның оқиғасы басынан бастап баяндадым. Сөйттім де айттым, жалпы қазақтар бұрын ешқашан мынандай бірден барып светский школаға мектепке бермейді балдарын. Өзі 20-шы ғасыр басталған кезінде ол оқу орысша болды. Ол Россияның империяның құрамында тұр өзі. Сондықтан олар бұратана халықтардың бәрін жаулап келе жатқаннан кейін мектепті соққақта өздеріне баласын кіргізіп алатындағыны, сол сіңіріп, орыс халықтарына Россия империясына адал служить ететін, оны атал задаған жерде. Содан кейін бар, ол орыстардың арасынан ішке қарай лақтырған кезінде үйленетін қазақ қыз жоқ, ол амал жоқ орыстанға арналады, оның баласы орыстан кетеді сонымен жайына. Сөйтіп ол екі поколениеде қазақтарды сіңіріп алу керек болған. Бірақ сіңіріп ала алмайды. Қазақтар олардың көкірегіне, кеңірдегіне, көлденең тұрып қалған сүйек сияқты тұрып қалды әне жерде. Не үшін тұрып қалды? Себебі қазақтарды ақымақ емес, олар балдарын алаттарына бірінші фундаментті алатта молдаға беретіндағыны қазақша тәрбиені қиссалармен үйретіп молданың алдын сұрақ жауап бәрін жаттатып, бүкіл аңыз, дастан, шежіре бәрін құлағына құйып тастайды да, сосын жасы 11-12 келгеннен кейін ғана жібереді оқуға. Ол 10 жасқа шейін фундамент қаланып кеткен, сосын сен қанша сәтпай жұта алмайсың, енді 1000 орыс оқуына апарып салсаң да. Бауыржан Момышұлы да сондай 10 жасында барған Иванның үйіне. Оған дейін әкесі, шешесі бәрі оқытып тастаған. Сондықтан біз дедім, осы метод қайттан кері қарай қайттық. Ал бұны негізі ең бірінші біліп, бәленің бәрі қазақтардың азуы, тозуы, я болмаса көгеріп көктеуі бір нәрсеге байланысты. Ол туылғаннан бастап берілетін бесік жыл тәрбиесінен бастап аңыз, қисса, дастандар екенін кәдімгі мөлдіретіп, бүкіл бойынша жазып кеткен бір адам. Ол Бауыржан Момышұлы Құшқанияда жазады болған. Өзінің қалай қалыптасқан жайында. Содан біз оған баяндап жатыр. Анау қолына бір кезде дәптерін алды да біздің аузымыздан шыққан сөздің бәрін жазып жатыр. Ең аяғында
Сен білесің ба дедім, 17-ші ғасыр математика ғасыр деп атайды, 18-ші ғасыр физика ғасыр деп атайды, 19-ші ғасырда атом ғасыр деп атайды, 20-ші ғасырда 19-ші ғасыр биология, 20-ші ғасырда атом, 21-ші ғасырда узкий ғасыр деп атайды десем, ойбай тоқтайды, мына сен қайдан тауып алдың деп, ана Италиядан келген ғалым жазып алып жатыр. Мен сосын ішімде, мыналарда бізде бірдеңе жазып алады екен ғой деген амбиция жүріп кеткен ішімде. Бізде біреуге ақыл айтатын жағдай келіп қалыппыз ғой деп аналардың төбесінен қарап тұрып көреді. Ол түгіл үлкен университеттен келіп отыр. Ғалым мен. Одан тұрып енді тоқтай тұр дедім, мен осы жерден тоқтайын дедім. Писательствоны мен көрдім бе, сияшат дедім. Мыналардың бәрі қазақтардың кезінде ғылымға құмар болған кітаптар осылар. Мынаның ішінің бәрі трансцендентный ценности деп айтады қазір ғылымда. Сосын тұрдым дағы енді мен саған пас берейін дедім дағы екінші Сейілбекке келдім. Сейілбек алдыдан 2 сағат көзінің оты сөніп, көкіректерінің бәрі бітеліп, ешқандай оқуға қызықпай, ол мектепке барып, нашар оқып, басы ауырап отырған адырағасын. Қызықпайтын деңгейі мәңгіліктігі сондай нолевой точкаға дейін түскен кезде 14-15 жасқа келген қыздар мен балалар просто так әншейін сабаққа бармай, болды мен уже маған түкте жоқ. Мен қызықпаймын деп үйінде жатпағандар. Енді ол ештеңе емес. Одан да қатты телефонның крышасы кеткен кезінде үйіне кіріп алады, светін бәрін өшіреді дағыма, хикитамориямен ауыратын жапонның балдары сияқты бөлмесінен жарты жыл шықпай отқан балдар бар қазір алматыда. Тамақты түнде табалдырықтың алдына алып кетеді. 3-4 күн кезінде ана ұйықтаған кезінде білдірмей есікті ашады, тамақты кіргізіп алады, қайтып ұйықтап тастайды, ол іштен интернет өшірмей ұстап отырады. Ақша салып отырады адамдар. Сондықтан деді, бізде де бұндай келді деді, бірақ бізге мынаған лагерьге келген кезде біз мынадан бастаймыз деді, анадан бастап келіп жіберді. Сөйтіп дағы біз мынаншама баланы ЗПР-мен ауыратын бар, цифровой аутизм бар, жаңағы қорқақ, сенімсіз, қызықпайды деген бәрін айдатырған 1-2 айдың ішінде жұлып алған ананың көзі деген бақырайды. Италияның әйелі. Одан 4 жарым сағаттан кейін алып, бөлменің іші ысып кетті. Сосын айтып, балдар айтты, мен қайтарыңдар, жұмыс істейік. Басында 1 сағат келген адам әлі отырды. Осында жарайды, жұмыс істейік, қайтыңыз деп, оны шай беріп жағып салдық. Сөйтсем 1 аптадан кейін ол маған қайтадан хат жазды. Сіздің өткендегі айтқан әңгімелеріңіздің бәрі бізге қатты ұнаған соншама, біз сіздермен келісейік. Италияға бару өте қымбат, 2 адамдан бара алмаймыз. Сіздер онлайн Италиядағы біздің осындай оқушылармен айналысатын психотерапевттерге лекция оқып бересіз бе? Осыған сенесіз бе? Біз Қазақстанның қиссашылары Италияның психотерапевт мектептегі балалардың миын реттейтін ғалымдарға біз онлайн лекция оқитын болдық. Сонда оған мен бір әлемде жоқ бір ілімді ұстап алып, келіп оған бір төгіліп академиялық лекция оқып нәрседегенде жоқ. Әлі мына алдымызда отырған үлкен кісілердің атасы, әжесі, күні кеше 95-2000 жылдар қайтыс болған атаңыз бен әжеңіз бар ма? Соның дастархан басында айтып отырған әңгімесі бар ма? Нанның қиқымын теріп жеп қойыңдар, оң қолыңмен амандас, қарлығаштың ұясын бұзба, мысықты жанды қорлама, пайғамбардың жанды етегін кесіп кеткен. Сол әңгімелермен қиссаларды айтып берді маған. Анау соған аузын ашып, көзін жұмып, ең сонда қиссасында ғашық болып, енді сол әңгімелер маған айтып берді отыр. Сондықтан бізге дәл түскенімізге тағы да қосымша бір дәлел болды. Ал енді қазақтар қалай ұрынды? 2091 жылы Союз құлағаннан кейін орыс тілінің орнына ағылшын тілі деген культ шығып берді. Сөйтті дағы кімнің баласы ағылшынша аял салатын болса, соның баласы болып бітті. Өмірде ешқашан қателеспейді, ол ешқашан сүрінбейді, оның алдында ешқандай кедергі болмайды, бәрін қиратып, Лондон бар ма, Париж бар ма, Гарвард бар ма, бәрі текстке кете береді. Сөйтті дағы кішкентай балаларын алып репетиторға 6-7 жасынан бастап ағылшынша оқытты. Одан семьяға жіберіп апарып оқытқана шақырып, одан Америкасына жіберіп. Ақырында не болды балалардың бәрі шаштарын мынандай одуванчикті өсіріп тағып, мойындарына жалғаған бір алтын бәрі іліп алып тағып, шорттарын сүйретіп келді Қазақстанға. Енді өзінің баласымен сөйлесейін десе, әкесімен шешесі сөйлесе алмайды. Ортасында әйелде құз пайда болды. Сонымен енді бұлардың бәрі депрессияға кетті. Қазір астырында біз қазір осындай кездесуден қолымыз босамайды. Ал енді қиссайын болсын, қалай үйретеміз деген сіздің сұрағыңызға енді мен ананың маңызын астын бір сырып алдым дағы, сосын барып келдім ертегі оқушылар жаңағыдай сол да әңгіме болды деп айтпасын деп ана итальян оқиғасын әдейі авторитет қысқыртып қойдым басына, тұрсын сөйлеп. Ал енді бұл жерде, бұл мектепте сіздер қолдарыңызда карт бланш бар. Бұл мына мектептің Қаныш Сәтпаевтың атында аталғанның өзі сіздерді бір бәледен қағып тұр. Сіздер Қаныштың атын пайдаланып,
Сәтбаевтың авторитетін пайдаланып, мына жерде тура Қаныш Сәтбаевтың бала кезінде сіңірген құндылықтардың бәрін қайтадан сіңіріп алуға сіздерде шанс өте жоғары. Ол үшін сіздер екі қадам жасай аласыздар. Біріншісі, ата-аналарды жинап бірінші лекция оқыту. Бірінші ата-аналарды әкелу керек. Сөйтіп олардың миындағы ағылшын тіліне табынатын культ сындырып тастау. Ағылшын тілін кейін оқисың, үйренесің уақыты күні келген кезде. Мысалы, мен өзім бала шағам 13-ке толмайынша ағылшынша үйретпеймін. Бір грамм. Өздері бір мектепте бір жағдай есап сөзді үйреніп жүрсе жүре берсін, ода таған ештеңе де жоқ. Әдейі оқытпайды. Оған дейін осы қиссалардың бәрін, қазақша құндылықтың бәрін сіңіре беріп, жаттата беріп. 13-ке келгеннен кейін барып толмағасын сыпырамдағы ал ет бар еді, оқысаң оқы. 13-ке дейінгі фундаментінің бәрі қазақша құндылықпен қаланғаннан кейін ағылшын тілін ойнап жүріп үйрене береді. Мысалы, мен қазір 4 баламның 4-еуінде айлсы бар. Мен олардың бәрін ауылда оқығанмын, осына қашты. Мынандай балшық асфальт жоқ ауылда. Мектептер, мына мектеп оның қасында, университет Чикаго ғой мынау. Менің балам оқыған мектепте көрсем, құлақ боласың ана жерде, бір этаж мынандай өтірік нәрсе соғып болған. Бірақ оның ішінде отырдым басым осылардан жетті дағын айтып тоқтатым. Бірінші Бауыржан Момышұлының Қаныштың сіңірген қазақша тәрбиесін сіңіріп алдым да, сосын любой жерге бара бересіңдер. Алдық тағы сіңірдік 13-ке дейін. Одан кейін салып қиындық болған жоқ, алдық бұтырлап бәрі қиратып. Қазір мен үлкен балам мысалы осы тәрбиемен өскен, Алматыдағы парсыша, ағылшынша судай, культурный центрде үлкен специалист мысалы. Екінші жылында әдейі арабқа сап қойдым. Конияда оқыған. Үшіншісін осы елында философияға сап қойдым. Біреуі төртіншісі Шабытта художник оқыған. Енді біреу зерделіге барам деп математиканы қырып атыр. Көрдіңіз, сондай паника болмас үшін бірінші ата-аналарды шақырып. Сосын айту керек оларға. Құрметті ата-ана, 21 ғасыр деген өсіруде ғасыры. Бұл деген өте ойнайтын ғасыр емес. Мынау өсіріп отырған балаңызбен өзіңіздің араңызда ертең пропасть пайда болады, құз пайда болады. Ертең ағылшынша боқтап, орысша прикол ұстап отырған балаңмен сенің араңда рухани байланыс болмайды. Сен мына космополит болып кеткен, шашын жалбыратып алып, ешқандай құндылыққа қызықпайтын, ешқандай кие сезімін меңгермеген, сіңірмеген космополит балаңмен, мына менің балам ертең бір жақсы жерден қыз табады, келін алып келеді, жақсы бір жермен құда боламын, қарттығымен сондай салиқалы өтеді дегенге үміттенбей-ақ қой, ол саған шанс жоқ. Сен или космосте өлесің, или просто тура мағынасында сен далада қаласың. Или сен өлмей тұрып, сенің дүние мүлкіне таласатын ағайындарында пайда болады Европадағы. Сен сол тұр. Оны біздің білетін себебіміз, бізді арнайы оқытады, осындай тәрбие болмаса не болады деген. Denial of the Soul деген Морган Скоттбектің кітабын бізде университетте, мен Түркияда докторантура оқыған кезде қинап оқытады, ананы міндетті түрде оқуың керексің деді. Соның ішінде осындай ғылымға табынып, сайентизм деп аталады. Соның кесірінен пенсияға шыққаннан кейін енді өлейін десе өле алмайды 63-ге келген адамдар. Не үшін өле алмайды? Өлгісі келеді. Өлгісі келетін себебі бала шағасының бәрі ешқандай құндылық тұтынбайды, бәрі бет-бетімен кетіп қалған ана жақта. Енді өлейін десе өле алмайтын себебі денсаулығын күтіп, витамин іше бергеннен кейін органдардың бәрі сағат сияқты жұмыс істеп өлейін десе өле алмайды. Енді доктор айтады, маған дәрі бермей өлемін дейді. Анау деп дәрі бермеймін саған. Құдай жағынан салды ма, Құдай жағынан алсын деп отыра береді. Ол верующий мысалға. Сосын Швейцарияға барғандарының сол жақта барып, эвтаназия ішуге рұқсат берілген мемлекет. Өзін-өзі өлтіретін деп туризм деп атайды Швейцария. Сол жаққа барып сол жерде дәрі ішіп өледі. Ал бермейді. Соның бәрін үйретеді бізге сақ болыңдар. Енді осы әңгімелердің бәрін ата-аналарды жинап ескертесіздер негізінде. Сіздің сұрағыңызға практикалық тұрғыда солай келеді. Екінші, сіздердің араларыңызда қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалімдері бар ма? Ол бітіріңіз ешқанша. Сіз барсыз, школ директоры бар, 8 мұғалім бар. Негізі мектептің осы бізді қуыс кеуделіктен құтқаратын золотой ключ қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің қолында. Бұдан былай сіздер корпоратив вечер жасаған кезде қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалімдерін төрге отырғызасыздар да, одан кейінгі мұғалімдердің есік жаққа самауыр жаққа отырғызасыздар. Түсіндіңіздер ме? Себебі, доғал шапалақтан болыңыздар. Мына мектептің дүрілдеп атағы шығып, қайтадан жаңа қаныштарды өсіріп шығару естеріңізде болсын. Математика пен физиктердің қолында емес, ағылшын тілінің қолында емес, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің қолында. Соларға еркіндік берсе, мектебін гүл-гүл жайнап жібереді. Сіздерді бөлек дайындау керек. Одан бөлек кітапханашы бар ма араларыңызда? Кітапханашы бар ма? Мектептің кітапханасы. Болып отыра беріңіз.
Екінші, золотой ключ кітапханашының қолында. Себебі балдарды кітапқа қызықтырып, әртүрлі шаралар ұйымдастыру, сол жасай алады. Енді сіздерде опыт жоқ, қысса үйрететін. Енді не істейміз? Қазір сіздермен мен ауызша контракт жасасып кетемін. Сіздердің қазақ әдебиет пәнінің мұғалімдерін дайындайтын, мына жақта бізде мастерлер бар, бізбен ертерек араласып кеткен адамдар бар. Сосын принципті түрде мәңгүрттер дайындап шығаратын жекеменшік мектептің ішіне кітапхана ашып кіріп, сол жердегі мәңгүрт қазақтарды сындырып, соларды қайтадан адам қылып алған бір кітапханашы әйел бар. Сонымен де таныстырып, осы сіздерге келетін тағы мастер-класс өтеді мұғалімдеріңізге. Мына қазақ әдебиетінде сосын кітапханашылар, сосын оқушылармен тағы бөліп кездеседі. Мына бәрі бір көріп бұл жерде, бәрі ортақ бір нәрсеге қызығу керек. Не істесек, қайтадан Қаныш сияқты ұлтшыл ғалымдарды дайындап шығарамыз деген. Бұның бәрі бесік жырынан, санамақтан, тақпақтан, сұрақ жауаптан, баталардан, қиссалардан, баталар жырымен ары қарай аяқталып кете береді. Егер соны жүйелеп сіздер жөнге қойып, мұның ішіне қосымша бір мектеп үйірме ашып, ата-аналарды неге үйретіп жатсыңдар, ағылшын тілін неғып үйретпейсіңдер, неғып физика, математика үйретпейсіңдер дейтіндердің бірінші аузын жабуы керек. Ата-аналардың надандығын сындыру керек, сана сезімінде қараңғы қирату керек. Содан кейін оған түсіндіресіңдер. Егер сенің балаң қазақша үйренбейтін болса, онда сен сорлап қаласың ертең. Космополит болып кетеді балаң. Қартайған кезде саған берекелі келін әкеліп, сен алақанына салып отырады деп ойлап қалма одан кейін. Сен хосписта өлесің, или сен Швейцарияға барып өлесің. Бара алсаң, саған ешкім дәрі салмайды бұл жерде. Соны алдын ала ескертесің, ойнайтын зат емес, өмір мен өлімнің мәселесі. Көрдіңіздер ме? Бір сіздер әшейін бір қаншылығы насихаттап кетіп қалады деп отырсыздар ма? Қайда бұның астындағы әңгіме деген тереңге деген кеткен кезде. Мен осы оқуды оқу үшін 46 жасымда 7 бала болған кезінде осы экзистенциальный философия деген сабақты үйрететін Вашингтонда 5 жыл оқып келген түрік профессордың алдына барған кезде таң қалған. Ойфырмай, мынандай Қазақстаннан іздеп келетін адам бар екен ғой. Кеш айналып кетейін деп, мен бір өзім отырмын, докторантураға 2 стакан шай атып, екеуміз шай ішіп жатқанда кейін мен саған түсіндірейін деп, осы түсіндірген. Сол сөзді айтып отыр. Мынаны оқисың, ананы оқисың. Кітаптың бәрі ағылшынша, орысша бір кітап жоқ әне. Сөйтіп барып біз шықтық бұдан. Сондықтан сіздер егер оны серьезно жолға қойып, біз қайдан бастаймыз дейтін болсаңыздар, қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімдеріне карт бланш бересіздер. Осыларға деген құрмет өспейінше, қазақ тілі мұғалімдері келе жатқан кезде жол бересіздер сіздер. Проблема скорый помощь келе жатқан сияқты. Түсініңіздер ме? Как спаситель олар біздің. Содан кейін барып қазақ тілі әдебиет мұғалімдеріне құрмет көрсетуді үйренесің. Содан кейін барып ұлттық көреміз. Одан берді жоқ, өз-өзің жаттайсың ба, жат жағынан төңірсің деген. Қазақ тілі әдебиетінің мұғалімдеріне менсінбей мысқылдап қарадың да, болды, сен өспейсің. Жоқ шансы. Ал Қаныштар қалай көтерді? Бұның өзінің биологический шешесі өліп қалғаннан кейін, бәйбіше асырап алады ғой бұны, Әлима қайтыс болғаннан кейін. Сол бәйбіше өте ақылды адам болады да, сол маңайда Ақкелін деген ауыл қазір теңдік болды, қазір Қаныштардай болады. Ары өткен, бері өткен, ертегі айтатын адамдарды ұстап алатын болған бәйбіше. Бергел. Мен Бөкеш деген Қаныш деген екі балам екеуі әңгімені жақсы көреді, екеуінде басы қазандай, мен балама ертегі айтып, аралап отырады, жібермейді, тамақ береді, шай береді, 2-3 күн киіз үйдің ішінде ұстап отырады да, Қаныштар құлағына құя береді. Содан кейін 6 жасында молдаға барып береді, мынаны үйретіңдер деп. Ал олар тұрады, сені сакрализациямен айналысады. Сіздер негізі мектепте қазақ әдебиетінің мұғалімдері тура Қанышты қалай оқытты, солай оқытуларыңыз керек. Басында не бар, Тәждәулет, көзінде не бар, Нұрмұхаммед, құлағында не бар, Азанғаует, бетінде не бар, Иба әдеп, мұрнында не бар, Қызылжандар, тілінде не бар, Кәләм шахадат, қолында не бар, Қайыр сахауат, кеудеңде не бар, Жан аманат, жаныңда не бар, мейір махаббат, жүрегіңде не бар, зікір салауат, аяғыңда не бар, жол шариғат, мақсатыңда не бар, дүр ақиқат дегеннің бәрі мына балдар тура Қаныш соны қалай қақсап тұрды да кішкентай кезінде тура Қаныш сияқты қақсап тұру керек сөз. Сен шыққан кезде сен бұның бәрін қайдан білесің деген кезде мен Қаныш Сәтбаев атындағы мектепте оқимын. Қаныш қалай оқыды, мен де тура солай оқып екінші Қаныш болайын деп жатырмын деген амбициямен көкірек ұрып тұру керек. Егер өйтіп істей алмайтын болсаңыздар, онда болды, сіздерге уже ары қарап оқудың ешқандай да мәнісі жоқ. 21 ғасыр деген дата ғой, мәнсізден мағынадан жұрдай болып кеткен соншама, не мектептегі мұғалімдер сабақ берсін, не университеттегі мұғалімдер сабақ берсін. Себебі алдында көзінің оты сөніп тұрған, ешқандай арман арқаламайтын, ешқандай тәңірлік азап арқаламайтын оқушыға бірде-бір мұғалім сабақ берсін. Ал мұғалімдердің өміріне мән бітіп, шабыт біту үшін не істеу керек? Не болу керек айтайын? Ол былай болады. Сіздің мектебіңізді бір оқушы бітіріп кетті делік жақсы. Сосын ол барады да дүниені шулатады, атағы шығады, кімсің пәленше болады ғой.
сол кейіннен осы атағы шыққаннан кейін Қазақстанға қайтып келген кезінде самолеттан түскеннен кейін әке шешесіне тұратындар, мен үйге бармаймын. Мені Қаныш Сәтбаев атындағы мектепте оқытқан Пәленбай деген апайыма барып сәлем берем дейді. Бірінші осы мектепке келіп класқа самолеттан түскен бетім осы, сіздердің арқаларыңызда адам болдым, ең бірінші сол жаңағы ұстазға сәлем бер деп, өзіңіздің алдыңыздан батаңызды алып кетейін деп тұрмын деп сіздің алдыңызға келіп сәлем берсе егер, және ол телевизорда шығып, ютубта интервью берген кезде мен мұғалімім пәленшеева апайдың менің тәрбиесінің арқасында осындай жағдайға жеттім деп айтса, ол мұғалімнің жұмысына мән бітеді. Ол мұғалім аспанда қалықтап ұшып жүреді кәдімгідей. Ал мұғалімдер не үшін сабақ бергісі келмейді? Мына мектептің табалдырығын 11-ші класқа аттестат алып кеткеннен кейін, ол сені қарға боқтап, жолға бұрастап өтіріп кетіп сөйтіп кетеді ана жерден. Қайтып келіп сәлем беріп келеді. Сол әдептің бәріне қайтып оралуға тура келеді. Енді әдепсіз, көргенсіз балдарды тәрбиелеп көрді 25 жыл Қазақстан. Миы ағып, шашып кеткен. Енді ешкімнің жұмыс істегісі келмейді. Мұғалімдердің мотивациясын көтереміз деп айлығын көтеріп отыр. Не болды бұл сенің айлығың? Балаң әдепсіз болғаннан кейін. Сондықтан да, егер сіздер қайттан көрегенді, қайттан қазақша тәрбие, қазақша осы әдеп мәселесін оралтатын болсаңыздар, онда келісейік кәдімгідей. Сіздерменен серьезно бір кездесу деген түкте шешпейді бұл. Мен әшейін келіп, свадебный генерал болып, андай мен мақтап видеодан көрсетесіздер, ертең рейсқа қоясыздар оны. Оған мен түкте қарақатпын ғой. Ондай мақтап қойылған адам, күніге 100 адам мақтап жатыр мен. Ақыры келгеннен кейін іс бітіру керек. Мына жерде бір шарт жасасып кету керек. Мен кеткеннен кейін конверсия айналып тұратын болу керек. Ал енді қызығын айтайын сіздерге. Қазақстан бойынша Қаныш Сәтбаевпен ауырып, Өзбекәлімен ауырып, Қаныш сияқты ғалым боламын деп, сонымен дертке шалдығып жатқан бір-ақ қала бар. Қаныш Сәтбаевтың кітабын регулярно конверсия оқытатын кәдімгі. Ол білесіздер ме қай қала екенін? Шымкент облысында Арыс деген қала. Жаңағы мен өзіммен Арыстық емеспін, аржан ауылдан ағылған, Арысын көргенде емеспін. Сол Арыста просто бір нелер шыққан, добровольцтер. Барғанда әкім айтқан. Әкім тұрғанда районнан шақырып алғанда бұйрық шығарыңдар деген, ол бұйрық шығарды. Сөйтіп қазір Арыс қаласында 8 мектепте кітап оқудан жарыс болады Өзбекәлі. Мына жақта 8 мектеп Қаныштан жарыс отыр. Олар бір-біріне лақтырып отырады. Әр мектеп біткен кезінде тәуелсіз комиссия келеді дағынан Қаныш Сәтбаев қаншалықты олар терең түсінді, қаншалықты оқып соны тест алады, сосын эссе жазады, сосын сахналық қойылым көрсетеді ана жерде. Соның бәрін қабылдап алады дағынан жоғарыға лақтырады. Қаранау, мына бұйрықты орындады, орындамады. Енді Арыс қаласының білім өте төмен, балдардың арманы жоқ, қалай болса солай боқтай, қыздардың төбелесі пайда болды, анау деп жатқан болды. Былтыр февральда бастады, міне биыл март, айландырған 12 айдың ішінде Арыс қаласында мектепте пайда болған адамның бәрін тамыр-тұмыры жұлып бәрі жоқ болса қирап тастаған Қаныш. Ана Қаныштың ерлігін көріп, соның болмысына жұтылып, соның ерлігін қайталайды деп, ана ғылымға ынтыққан балдардың бәрі, надандығының бәрін сыпыртып тастады жерде. Енді ананың қараны көрді да, Құдайым ерді, тағы да келді. Енді оны Арыс қаласының маңайында орналасқан ауылдар, Дермене, Задария, Ағдала, Онтам, Сегістан деген ауылдар бар. Бәрі жанында төніп тұрған. Олар көрді да, біз де осы цивилизацияға тартыламыз деді, олар да кіріп кетті. Арыстан шыққан адамдар бәріне хабарласып, кітап әкелді деп, бәлем мыңға үйіп төгіп кітап әкелді адамдар. Егер дәл солай жасай алатын болса, Астанадағылар мен түсінбеймін. Не үшін ол балдарды оқытып жатыр қазақ мектебі деп қойды, ақтырғаны барсаң бәрі орысша сөйлеп жүр оны. Ешқандай перспектива жоқ. Сондықтан егер істей алатын болсаңыздар, осындай конвейер, сосын ақша тастарға өте жақсы. Енді мысалға 26 апрель күні кім өткізіп жатыр? Тараз қаласы Өзбекәлі бойынша өткізіп жатыр. Ал кеше ғана Семейде, Қаныш бойынша Семейде өтті мысалы, тағы да. Олар қайта жинап өткізіп жатыр. Істейтін болсаңыздар, онда осылай істеу керек. Өзбекәлімен жарыс болу керек, Бесенжеде болмыстан жарыс болу керек. Одан кейін Қаныштан жарыс болу керек. Егер осыны сіздер істейтін болсаңыздар, келесі күзге біз сіздерге тағы 2 кітап дайындап жатырмыз. Күзге қарай тағы 2 майдан шығады. Онда келесі күзде қазақ әдебиет пәнінің мұғалімдердің қолына біз тағы да карт бланш береміз. Әдеби майдан болады ертесісі. 3-4 вариант. Ол кезде сіздер мектептің ішінде королева сияқты тұра алмай қаласыздар. Отырасыздар. Иә. Бәрі сіздер тәу ететін болады. Көрдіңіздер ма? Сондықтан үйірме ашыңыздар. Қазақ әдебиет мұғалімдеріне қосымша сабақ болсын, факультативный жарыс болатын болсын. Егер соны істейтін болсаңыздар, ол тіпті конвейерге бір рет қойсаңыздар, айландырған бір 4-5 жылдың ішінде мына мектептің атағы дүркіріп, олимпиададан жапып тастайсыздар. Әдеппен көтерілесіздер.
жаңағы итальяндықтардың ой бөліп жатқан себебі сол.